Assalamualaikum қазақ елім. Мен 42-ші орта мектептің 3-ші сынып оқушы Нүсіпжан Арлан Ерланұлымын. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арнап өлең айтайын. Жасында ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ержеткен соң түспеді уысыма. Қолымды мезгілінен кесермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет жиналсын деп бермедім. Өзімде басқаша түскерлен, қазақта қара сөзді дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ. Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Назарларыңызға рахмет.